Айтыңызшы ал. Bir kız var maralda korluda. Arga айтайын. Неге? Кіші айтасыз? Керемет ба? Отырған жерін түсіріп атқан ес. Бүгін көңіл күйлеріңіз керемет сияқты, я? Біздің көңіл күй всегда керемет қой. Білесіздер ма, достар, қалталарында ақша көп болса, көңіл күй де көп болады. Всегда. Хайди, да не в деньгах счастье, но на самом деле. На самом деле, счастье в деньгах. Мен ана арасында қалдырып кеттім. Қандай әңгіме айтып жатсыздар? Естіп қалдым, Тима бірдеңе білдірген сияқты қачата. Жоқ, маған айтады, кеше туған күннен кейін сен бір қызбен шығып барып күн бойы демей айтады. Машын да. Жалғыз өзім шықтым, такси отырдым, кеттім. Шын ба? Арина, шын ба? Senin aklını Ulan Ülüp şamal Ulantıp sözümde жылдан. Еңлік, неге сізді Шерхан сүйді? Ойнамайды. Шөлпен кізіп сүйді о, құлағымды, көзімді бақырайтып қойды. Көрдім. Мен көрдім. Өтірік сөйлеп атқан жоқпын. Көргенімді айтып жатырмын. Сұлтан, Айданаға қандай өлең жолдарын, әнді, не болмаса арнайсыз? Бәрібір қазақ тілі, орыс тілі, или бір шумақтар. Алдымен біз үшін да, бәрін нормально. Жоқ, жалпы Айдана болмаса да болашақ жарыңызға деп айтайын оны. Ұялмаңыз. Біздің ұялшақ жігіт Сұлтан. Ерса, өзіңіздің болашақ келіншегіңізге қандай өлең жолда? Сұлтан айтады, бәрінің көзімше айтуға ұялам. Осы жақта айтайын дейді. Асты болып, бір-бірінің жанынан шықпайды ғой. Қасымда отыр деп үйретіп қойған. Шулар бір жерде. Ерса апайлардың көңілін қалдырмай, қолынан келгенше үйретіп жатыр бәріне. Видео мамама үйретем, наяқта бір кісілерге үйретем. Үйреніп жатсыздар ма? Ұнап жатыр ма бәрі? Біздің жаңа қатысушыларға үміткер болып келіңіздер. Әсел ханым, Қымбат, Ұлбосын ханым, Ерса. Және Жансая бар. Жансая енді ағасының қасында өкінішке орай. Келіңіздер. Қалайсыз? Жақсы. Еңлік, қандай аяқ киім қайдан алуға болады? Базардан ба? Күшті екен да. Арина екеуің ерекше боласыңдар ғой бүгін. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Алла тағала сіздерге береке берсін, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Бүгін 14:30-да Қосылайық бағдарламасын тамашалап көріңіздер. Өйткені біз Эдуард екеуміз ортаға шығамыз. Біраз айтар әңгімелеріміз болады. Өте қызықты болады деген ойдамын. Сіздерді теледидар алдында күтеміз. Сіздер назарларыңызға айта кетейін, аптаның аяғы жақындап қалды. Суббота, воскресенье маған жазылған деген адамдар болса, дайректке жазып кетіңіздер. Шашын боятам. Немесе қирам деген қыз келіншектер немесе ер азаматтар болса, мен сіздерді қабыл дайынмын, толықтай. Жұмыс орным дайын. Айбекпен кездескенбіз, киноға барып, бірақ кино басталғанда ұйықтап, соңында бірақ қандай кино не болғанды білмеймін. Үйге келіп жатырмын.